Көп адамдар инвестиция жасау мақсатында белгілі бір компанияны таңдайды, бірақ бұл өте үлкен ірі қателік. Себебі әлемдегі ірі инвесторлардың ең бірінші дұрыс компания таңдаудағы негізгі сұрағы ақша қайдан және қалай келіп жатыр. Егер де сіз қандай да бір компанияны дұрыс таңдап алған болсаңыз, екінші жасауыңыз керек әрекет ол техникалық анализ. Көп жағдайда естіп жатамын жаңағыдай техникалық анализ жасамаймын, ол маған керек емес, ол болмайтын әңгіме, ол деген трейдинг деп айтып жатқандығын естимін. Бірақ осы саладағы 4 жылдық тәжірибесі бар эксперт маман ретінде айтарым, фундаменталды анализ, яғни әлемдегі жаңалықтар менің оң көзім болатын болса, ал техникалық анализ ол менің сол көзім. Және түбегейлі акцияны дұрыс бағада сатып алып, қымбаттағаннан сатудан ақша табу мақсатында маған осы екі анализді бірге жасау өте пайдалы болады және дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Сіздермен мен Дана Көбентаева, Қазақстандағы ең алғашқы инвесторлардың академиясы Табыстайым Инвест Академиясының негізін қалаушысы. Маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ендеше бүгінгі видеода мен сіздерге тапқан акцияларыңызға дұрыс техникалық анализ жасаудың негізгі алғышарттарын көрсететін боламын. Жалпы жаңа ғана айтқанымдай, әлемдегі тренд қазір жасанды интеллект бағытында. Tesla, Nvidia, Broadcom, TSM деген сияқты ірі компаниялар бұл нарықтың ең алдыңғы қатарлы лидерлері және олардың акцияларының бағалары өте қымбат бағада тұрады. Мысалы $300, $400, $600 деген сияқты. Ал егер Marvel компаниясын қарастыратын болсақ, осы жасанды интеллекттің екінші қатарындағы ең мықты компаниялардың қатарына жатады. Дәл қазір мен Marvel компаниясының графигін ашып отырмын және білесіздер ме, дұрыс бағадан дұрыс акцияны сатып алу үшін сіздер фундаментальны ол компанияны қарап шықсаңыздар, ол компания мықты екендігін, трендте екендігін, ол көшбасшылардың ол көшбасшылардың қатарында екендігін, ол жасанды интеллект арқылы жақсы ақша тауып жатқандығын көріп отырсаңыз, значит, ол компанияны ендігі сіздің задачаңыз ол компанияны дұрыс бағада сатып алу. Ал дұрыс бағада сатып алу үшін сіздерге міндетті түрде техникалық анализ қажет. Жалпы қандай да бір графикті ашқан кезде менің алдымнан ең бірінші туындайтын сұрақ ол деңгей және оның түрлері. Жалпы деңгей бойынша мен сіздерге арнайы сабақ түсірген болатынмын. Мына жерге скринін қойып қойдым. Сол сабаққа өтіп деңгей деген не және оның қандай түрлері бар екендігін бір қарап шықсаңыздар болады. Қандай да бір компанияны тапқаннан кейін мен үшін ең маңызды дүние оның дәл қазір қандай бағада саудаланып жатыр және оның нарықтық справедливый, әділ құны қанша теңге. Яғни, мысалы, сіздер мына айфонды 1 миллион теңгеге аласыздар, бірақ 10 миллионға сатса, сіз бұны алмайсыз. Неге? Себебі бұның нарықтық әділ құны 1 миллион теңгені құрайды. Сол сияқты кез келген дүниенің, кез келген компанияның өзінің әділ құны бар, справедливая цена. Егер де ол компанияның акциясының бағасы өзінің әділ құнынан төмен саудаланып жатса, дәл қазір осы акцияны сатып алуға үлкен мүмкіндік бар дегенді білдіреді. Ал егер де ол өзінің әділ құнынан тым жоғары бағаланған болса, ол компанияға әзірге жоламауға кеңес беретін еді. Мысалы, Marvel компаниясы ол алдыңғы қатарлы серверлар, осындай клауд системаларын жасайтын жасанды интеллекттің дамуынан тікелей ақша табатын компаниялардың бірі және бірегейі. Енді қараңыздар, осы компанияның акциясы қазір $174 саудаланып жатыр. Енді менде сұрақ туындайды. Бұл компания мықты екендігін түсіндім, бірақ та қандай бағадан мен бұны сатып алуым керек. Жаңа айтқанымдай, деңгей деген нәрсе бұл инвестицияның, акцияның, трейдингті, жалпы мынандай графикпен жұмыс жасайтындардың барлығының негізгі базовый основасы. Графикті аша салысымен үлкен таймфреймдер, әдетте мен 6 айлық графиктен жоғары қарай қарап бастаймын. Мен бір дестен мән беретін дүниелер баға қай жерде жүр және ол аралықта сұраныс пен ұсыныс қандай болды. Көп адам ойлайды, мен графикпен жұмыс жасасам, ол деген мынандай сызық-сызық бірдеңелер, жасыл болса өседі, қызыл болса құлайды деп. Бірақ шындығына келген кезде кез келген нарық ұсыныс және сұраныс арқылы жұмыс жасайды. Сұраныс бар жерде ұсыныс болады, сұраныс жоқ жерде ұсыныс болмайды. Неге? Кейбір продуктовый магазиндар күніне 10 миллион теңге жасса, кейбір магазиндар 1 миллион теңге жасайды. Себебі ол продуктовый магазиннің тұрған жеріне де байланысты. Яғни ол жерде сұраныс көп болатын болса, сәйкесінше ақша да көп болады. Сұраныс аз болатын болса, ақша жоқ болады. Сол сияқты нарықта да мына графиктегі бағалардың қымбаттау өсуінің артында сұраныс пен ұсыныс жатыр. Яғни мына компанияның акциясы не себепті қымбаттады? Себебі бұған сұраныс өте жоғары болды. Сол сияқты бұл жерде де графикті аша салысымен сұраныс қай жерде болды, ұсыныс қай жерде болды, барлығын бірінші түсінуім керек. Ол үшін маған деңгей көмекке келеді. Трейдинг вьюді ашасыздар.
бірінші остановка, то есть баға қараңыздар, баға қымбаттап келді да мына жерге келген кезде резко құлады. Неге? Себебі мына жерден өте ірі инвесторлар өзінің акцияларын сата бастады. Яғни ол былайша айтқан кезде өзінің нарықтық құнына келді, осы жерден баға құлай бастады. Мына жерде сатып алған инвесторлар мына жерге келген кезде оны сата бастады деген қарапайым түсінік. Қайтадан баға өсті келді, белгілі бір жерден тоқтады. $126 келген кезде бір инвестор өзінің пәленбай штук акциясын сата бастады, сөйтіп акцияның бағасы $47 дейін құлаған болатын. Сол сияқты қайтадан ол жоғары қарай өсіп $330 барғаннан кейін артқа қарай қайта бастады. То есть техникалық анализ жасаған кезде мен үшін ең маңызды дүние ол бірінші деңгейді анықтап алу. Яғни қай жерде құлады, қай жерде көтерілді, бұл біз үшін ең маңызды факторлар. Себебі сұраныс туындаған жерден біз де сіздермен ертеңгі күні сатып алуымыз керек. Солай мен графигімді уақыт шегіне қарай төмендете беремін. Мысалы 6 айдан кейін 3 ай қараймын, 3 айдан кейін 1 ай қараймын деген сияқты. Яғни әрбір ай, әрбір қозғалыс, әрбір свеча ол бекерден бекер қалыптаспайды. Ол жерде қандай сұраныс болды, қандай ұсыныс болды, барлығының нақты картинасын көрсете алады. Мысалы, мына жақта баға келді, құлады, 2 рет біз көріп отырмыз, одан кейін баға тек қана өсіп отырған. Сол себепті де мен бұл жерден ештеңе белгілеген жоқпын. Енді қарайтын болсақ, мысалы, бір апталық графикке қоятын болсақ, баға өсіп келді де, мына жерге келген кезде $219-дан төмен қарай құлай бастады. Немесе баға келді, 1, 2, 3 свеча бір орында тұрып қалды. Бір орында тұрып қалуы, мынандай свечалардың қатар орналасуы сұраныс пен ұсыныс төбелесіп жатыр деген сөз. Яғни сатып алатындар да, сататындар да бір-бірімен бір тығыз ұрыс жасап жатқандығын көрсетеді. Яғни ол жерде кім жеңеді, соның бағытына қарай акцияның бағасы е болмаса өседі, е болмаса құлайды. Мысалы, әдетте осындай тұстарда сатып алу аумағы өте қызық картинаны көрсете алады. Мысалы, мына жерде мен белгілеп алатын едім, өсіп келіп тоқтаған бірінші мына бағаны. Мынау мен үшін дәл қазіргі таңда бұл компания үшін беріп тұрған ең маңызды бағалардың бірі. Неге? Себебі баға мына жерден мына жерге дейін оңай өсті. Бірақ одан кейін ол біраз уақыт 1, 2, 3, 4 апта бойы осы бағаларда тұрып қалды. Тұрып қалғаннан кейін үлкен ірі инвесторлар бұл акцияны сатып алғаннан кейін баға қатты қымбаттай бастады. Сол себепті де бұл деңгей мен үшін өте маңызды бағалардың біреуі болып табылады. Мысалы, бір күндік графикке қойған кезде көріп отырсаңыздар, бір рет келді, осы бағадан құлап кетті. Неге құлап кетті? Себебі мына жерден ірі инвестор өзінің акцияларын сатты. Қайтадан келді, қайтадан осы жерде тұрды, біраз уақыт тұрғаннан кейін барып қана бұл компанияның акциясы қымбаттай бастады. Байқасаңыздар, мына жерде не үшін қымбаттады? Себебі қайтадан айналып келген кезде бұл жерден ірі инвесторлар осы компанияның акциясын сатып алғандығын көрсетеді. Жалпы техникалық анализ жасаған кезде бір чудесный, сверхъестественный стратегия әлемде жоқ. Ондай болатын болса, осы трейдингпен, инвестициямен айналысатын елдің бәрі бай болып кететін еді. Техникалық анализ жасаған кездегі ең маңызды, ең сіздерге жақсы результат бере алатын дүние ол сұраныс пен ұсыныс қай жерде орналасқан, соның ішінен зона анықтау, зонаның ішінен нақты кіретін шығатын нүктелерді анықтай отыру. То есть, мысалы, бүгінгі күні $171 Marvel компаниясы үшін ең маңызды нүктелердің бірі. Мысалы, дәл осылай компаниялардың акциясын дұрыс бағадан сатып сату арқылы менің Бекзат деген шәкіртім 2 бөлмелі пәтердің первоначалкасын 6 айдың ішінде жинаған болатын. Яғни 6 айдың ішінде ол $10,000 қаражат тапқан. Сол $10,000-ын BI Group'тан 2 бөлмелі пәтерге салып, первоначалкасын құйып, қазір таңда өзінің екінші квартирасын сатып алған болатын. Яғни нарықта бәрінен ақылды болу ол міндетті емес. Нарықта дұрыс компанияның дұрыс акциясын дұрыс бағада қай жерден сатып алу керегін дұрыс түсіну. Ал егер бұл сала бойынша сізде ешқандай түсінік жоқ болатын болса, бірақ сіз осы саланы толықтай үйренгіңіз келетін болса, мен сіздерге арнайы тек қана 50 адамға арналған тегін сабақ дайындадым. Тегін сабаққа орын алу үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Сол тегін сабаққа қатысып, осы саланың фундаментальный анализін, техникалық анализге дейін толық процестің барлығын түсіну үшін сол сабаққа міндетті түрде орын алып қатысыңыздар. Барлығын қарапайым, жеңіл әрі оңай тілде түсіндіріп беретін боламын. Жалпы техникалық анализді түсіндірген кезінде көп адамдар жаңағыдай мына свеча, ана комбинация, мына комбинация деп айтып жатады. Бірақ менің тілімде, мен үшін оңай тілдегі дүние ол қай жерде сатып алып жатыр, қай жерде сатып жатыр, сол нәрсені толықтай түсіну. Яғни былайша айтқан кезде үлкен хедж фондтар, үлкен инвесторлар, үлкен қаражаттар, мысалы біздің 10 миллион теңгеміз бүкіл әлем үшін ол всего
капля в море. Сол сияқты өте көп қомақты қаражатпен жұмыс жасайтын үлкен ақылды ақшалар қай жерден кіріп жатқандығын дұрыс түсінсеңіз, сіз техникалық анализден ешқалай қателеспейтін боласыз. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, инстаграмыма тіркеліңіз, және осы сала бойынша соңғы жаңалықтарды біліп естіп отырғыңыз келетін болса, менің әлеуметтік желідегі барлық парақшама тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған мен Дана. Кездескенше.